Барша хабардар болсын, желіде жақсы хабар. Бұл жаңалық үшін бір емес, 10 лайк бассаңыз арзиды. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және сіз күткен арнан назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видеосына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз ендеше біз бастадық. Биыл Қазақстанда жанармай бағасы өсіп, көлік иелерінің шығыны артты. Ұлттық экономика министрлігі жүргізушілерді қолдау шарасы ретінде жеңілдік енгізуді қарастырып отыр. Бағаның қымбаттауы экономика санатты көлігі бар адамдар үшін айтарлықтай сезіледі. Сәйкесінше олардың әлеуметтік және материалдық жағдайы нашарлауына жол бермеу шаралары қажет. Осыған байланысты қозғалтқышының көлемі үлкен автомобильдерге салынатын салықты сақтай отырып, қозғалтқышының көлемі кіші көлік құралдарына салынатын салықты жою ұсынылады. Бұл жеңілдік жаңа салық кодексінің қабылдау кезінде ескеріледі. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазып өтіңіз, қымбат көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.